Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 1917 жылғы ақпан буржуазиялық демократиялық революциясы және оның Қазақстанға әсері. Оқу мақсаттары: 20 ғасырдың басындағы Қазақстандағы қоғамдық саяси процестерге баға беру. Зерттеу сұрағы: Қазақстанда 1917 жылы саяси белсенділіктің артуы қандай оқиғалардан көрініс тапты? Бүгінгі сабағымызда біз 1917 жылдағы халықтың саяси белсенділігінің арту себептерін қарастырамыз. 20 ғасыр басындағы қоғамдық саяси үрдістерге баға береміз. Ақпан революциясының Қазақстанға әсері. Ресей империясы 1917 жылдың басынан әлеуметтік-экономикалық және саяси дағдарысқа ұшырады. Ұзаққа созылған Бірінші дүниежүзілік соғыс көптеген адам шығыны мен әлеуметтік жағдайдың нашарлауына алып келді. Жұмысшы санының жетіспеушілігі ғана емес, сонымен қатар азық-түлік пен күнделікті қажетті заттардың тапшылығы мен қымбатшылығы айқын сезілді. Империяның барлық аймақтарында жұмысшы толқулары мен бас көтерулері басталды. Ұлттық аймақтарды көтерілістер дүр сілкіндіріп, жергілікті отаршылдық әкімшілікке қарсы шығулар күшейді. Үкімет орын алған қиындықтарды шешуге дәрменсіздік танытты. Жағдай жергілікті және орталық үкіметтің парақорлығы нәтижесінде ушыға түсті. Елде қылмыстар белең алды. Ресейде осы кезде 1917 жылдың 27 ақпанында буржуазиялық демократиялық революция жүзеге асырылды. Самодержавие құлатылды. Аймақтық өкілдері бар уақытша үкімет құрылды. Қазақстанда уақытша үкіметтің органдары ұйымдастырылды. Қазақ халқы мен оның көшбасшылары екінші орыс революциясын үлкен үмітпен қарсы алды. Қазақтарға деген отаршылдық қысымды әлсірету мен шаруаларды қоныстандыруды тоқтатудың мүмкіндігі ашылды. Мемлекеттіліктің бұрынғы дәстүрін қалпына келтіру үміті де пайда болды. Байырғы тұрғындар Ресей империясының жазалау шараларын тоқтататынына сенім білдірді. Үкіметтің жазалау отрядтарын кері қайтару мен көтеріліске қатысқандарға кешірім жариялау туралы алғашқы жарлықтары халықтың жаңа билікке деген сенімін оятты. 1917 жылдың көктемінде уақытша үкімет соғыс аудандарындағы тыл жұмысына тартылғандарды қайтару туралы шешім қабылдады. Қазақстанда уақытша үкіметтің органдарын құру. Қазақстанда атқарушы органдарды құру арқылы жергілікті билік органдары қалыптаса бастады. Торғай облысының комиссары болып Әлихан Бөкейханов, Жетісуда Мұхамеджан Тынышпаев, Түркістан өлкесінде Мұстафа Шоқай тағайындалды. Жоғары білімді, сонымен қатар Ресей мемлекеттік думасында қызмет еткен тәжірибелі қайраткерлер қоныстанушы тұрғындар мен қазақтар арасында зор беделге ие болған. Дегенмен кәсіби мамандардың жетіспеушілігі мен уақытша үкіметтің тұрақсыз саясаты билік басына бұрынғы патша шенеуніктерінің еніп кетуіне алып келді. Бұл қарапайым азаматтар тарапынан сенімсіздік тудырды. Ежелгі қазақ жеріне шаруаларды қоныстандыру саясаты жалғасын тапты. Ұлттық аймақтардың құқығын шектейтін бұрынғы патша заңдары әлі жүріп жатты. Уақытша үкімет ұлттардың өзін басқаруы, қазақтарға автономия беру туралы мәселені көтермеді. Ең бастысы, дала тұрғындары, әр түрлі ұлт өкілдері, әр тектілер мен әлеуметтік топтар өздерінің әлеуметтік-экономикалық жағдайларының жақсарғанын сезінбеді. Азық-түлік қымбатшылығы мен бағаның қымбаттауы орын алды. Басқарудың әлсіздігі мен
бейберекетсіздігін пайдаланған алып сатарлар қарапайым халықтың есебінен байыды. Анықта. Уақытша үкімет қызметінің жағымды және жағымсыз тұстарын анықтаңдар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.